Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, біздің білім инновация лицейінде қазіргі таңда Наурыз мерекесі тойланып жатыр. Осындай үлкен мерекелік концерттік шарамыз болып жатыр. Ары қарай әр сынып өздерінің құрған киіз үйлерінде осы той думанды жалғастыратын болады. Ендеше бізбен бірге осы лицейіміздің аумағын шолып өтейік. Рұқсат сұрап алайын, да? Или не затына кіріп қайтамыз ба? Қызық болады сияқты солай, да? Давай, кет. Сіздер 7 ғой, ja, саламатсыздар? Все. Не істеверіңіздер? Шаруа істеумен внезапно кіріп жатырмын. Ендеше сіздермен бірге киіз үйлерге шолу жасайтын боламыз. Ең бірінші мына жерде 7-ші Б сыныбы өздерінің киіз үйлерінің қызу дайындық үстінде болып жатыр екен. Жайлап кіріп шығайық. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар? Қалайсыздар? Бізде лицейімізде арнайы репортаж жүріп жатыр. Енді көріп тұрғандарыңызда 7-ші Б сыныбы бізде 7А және 7Б сыныптары өте активный сыныптар. Көріп тұрмыз, Давидтің мамасы, Мұхаммадтың мамасы бәрін танимыз. Осындай қызу дайындық, тамақтарының өзін дұрыстап, орап, күшті, мынандай дайындық вообще супер. Апай? Мынандай эксклюзив бар, қараңыздар. Біз осыған дейін қазақи жилеттерді көріп жүрік, бірақ осындай лицейіміздің эмблемасымен арнайы тіктірілген жилеттерді біз тек 7-ші Б сыныбынан көріп жатырмыз, е? Ендеше, құрметті ата-аналар, дайындық қалай? Супер. Наурыз құтты болсын, әрине, кет. Ендеше, келесі киіз үйімізге соғайық. Мұны ата-аналар нанауыз деп айтпайды екен, е? Қызығында. Ал, ренжідік. Шеттейді, апай. Рахмет, апай. Ясин. Сіздермен бірге болған 7-ші Б сыныбының киіз үйі. Ендеше, ары қарай жалғастырайық. Ендеше ең алдымен концерт бағдарламамызды, көрермендердің көңіл күйін, солардың барлығын сұрау мақсатында біз осы жаққа енейік. Көріп тұрғандарыңыздай, дайындық өте жоғары деңгейде. Ата-аналарымыздың барлығы жасына қарамай, жұмысына қарамай, әртүрлі отбасылық тұрмыстық жағдайларына қарамай, осы демалысын балалармен, басқа да ата-аналармен жақсы мектептік іс-шарада өткізуге белсенді қатысуда. Ендеше ата-аналарымыздан бір-екі ауыз сөз тыңдайық. Қайырлы күн, ағай. Қалайсыздар? Ассалаумалейкум. Бізде лицейімізде арнайы репортаж жүріп жатыр. Осы Наурыз туралы, біздің мерекелік концерт, жалпы ұйымдастыру туралы бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз. Наурыз мерекесі құтты болсын. Енді өте керемет өтіп жатыр. Өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Ұстаздар мен шәкірттеріңізге рахмет. Ата-аналарға да қолдау көрсетіп жатқан бәріне де рахмет. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Өте тамаша, рахмет аға. Мен білуімше, сіз біздің 9-шы С сыныбының ата-анасы, солай ма? 9-шы 10А. 10А. Сіздің екі балаңыз оқиды, білдей. Өте керемет. Біреу бітіріп кетті. Бітіріп кетті? Өте тамаша. Біздің ата-аналар осындай үлкен дәрежеде активны болатыны бізді өте қатты қуантады. Ендеше, ары қарай жалғастырайық. Сіздердің тамашалайтын көріністеріңіз сырға салу. Апай, бір-екі ауыз сөз. Сіздер жаңа білуімше көрініс көрсетіп шықтыңыздар. 8-ші А сыныбы, солай ма? Осы көрініс қалай болды? Сіздердің күткендеріңіздей болды ма? Жалпы ұйымдастыру, дайындықтарыңыз туралы бір-екі нәрсе айтып жіберсеңіз. Өте керемет өтті. Білім инновация лицейінің 1-ші Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Ойдағыдай өтті деп ойлаймын. Сәл қобалжу болды, енді бірінші рет болғасын. Бұйырса, күшті болды. Өте тамаша, апай, рахмет көп-көп. Көріп тұрсыздар, енді бұл адамдар жарысқа дайындалғандай дайындалып жатыр да, бұл жерде көрініске қобалжу бар демекші. Бірақ ата-аналардың ауызбіршілігінің арқасында осындай үлкен шарамыз жақсы деңгейде өтіп жатыр деген үміттеміз. Бізде мына жерде организационный момент болып жатыр. Яғни осы концерттің бағдарламамыздың көрінбейтін кейіпкерлері, батырлары деп айтсақ болады. Яғни концертте фигурировать етпесе де, осы жерде барлық ұйымдастыруды жүргізіп жатқан осы жігіттер. Көріп тұрсыздар, Сания Арыстанбековна өзінің мысымен, өзінің бірнеше жылғы тәжірибесімен осы жерде концертті жақсы деңгейде өткізуге бірден бір ат салысушы адам болып табылады.
Но бізде ең мощный, ең активный 10-шы Б сыныбының аналары. Көріп тұрғандарыңыздай, барлығы қазақ киімде. Ескі, мынау 17-ші ғасырдағы қазақтың келіндерін бізге еске алып тұрды. Көріп тұрсыздар. Аха, құрметті ата-аналар, көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Біздің ел үшін Біз апайлар енді шай әзірлеуінде шаршап қалған сияқты кішкене. Күшті-күштімен құтылып жатыр. Бірақ дегенмен ары қарай жалғастыратын боламыз. Аха. Так. Ендеше қазір 10-шы Б сыныбы өнер көрсетуде. Қанекей бірге барып сахнамызда 10-шы Б сыныбының көрінісін бірге тамашалайық. Мына жерде сәл ДТП болып қалған. Ендеше кеттік. Дастархан жасап үйренуі, соған баулу, яғни қонақжайлыққа баулу. Менің әжем қатал, білесіңдер ғой, қасыма інімді ертіп жіберді. Райымбек, отыра ғой Райымбек, жоғарға шық, қош келдің. Армысыздар, қырмызы қыздар. Қалдерің қалай? Сіз сұрағалы жақсы оқ қалдық. Төрлендіңдер жігіттер. Ал төрледейік. Асқатжан төрге отыр. Әселдің қасында орын бар екен. Расында дәмді екені. Өзі бір қатқан бәйбіше болайын тұрған сияқты. Біздің Асқатжанға деп қойсай. Дәмесінің зорына, ай, армандапсың ақ тоқты, құстығыны көк жүпті. Ал құрдастар, тойдың көркі әнменен, қыздың көркі сәнменен демекші, әзілдесіп ән айт отырайық. Астынан алтығырдың шыққан аузым жетсеген қолағына қалқатайды. Сала берме көзіңді, ажақсыға халәулім ай. Сала берсең көзіңді, ажақсыға Әрі жақсы көрінен, алғашқыда халәулім ай. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырыс, бір ғанибет емес пе ай. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырыс, бір ғанибет емес пе ай. Осы отырған отырыс, бір ғанибет емес пе ай. Бекер деймін ендеше, бекер деймін айғо. Осы бүгін көңілді көтер деймін халәулім ай. Әлетай, мына жаққа қарап жүрейік қанекей. Аха. Әлетай, наурыз ұйымдастырып жатыр. Сіз білуімше 8-ші Б сыныбының сынып жетекшісіз, иә? Әрине, осы жақта мұғалім ағайымыз. Ағай, осы жарыс деп мерекелік кешіміздің, концертіміздің, той думанымыздың ұйымдастырылуында қандай өзіңіздің әсеріңіз бар? Қалай көңіл күйдесіз? Осы туралы бір-екі ауыз айтсаңыз. Қайырлы күн, мен есімім Адлет. Осы жерде жалпы 7-ші жыл мұғалім болып жұмыс істеп келе жатырмын. 7-ші жылда осындай шара негізі бірінші рет ұйымдастырып жатыр. Сол себепті бұның шараның жалпы ұйымдастырылуы өте керемет. Салыстыратында енді болмағасын, сол себепті өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Ұйымдастырушыларға көп рахмет. Одан бөлек енді мына жерде салт дәстүрге бөлінген сынып-сыныппен, ол да өте маңызды. Осындай кезде көрмесек, біздің балаларымыз басқа қай кезде көрсін мұндай салт дәстүрлерді. Сол себепті бұның ұйымдастыру жағы да, процесі де жалпы деңгейде өте жоғары деңгейде барлық. Керемет. Өте тамаша. Көріп тұрсыздар, құрметті көрермендер. Бұл айтулы оқиға 7 жылда бірінші рет ұйымдастырылып жатыр. Ендеше осы мерекелік концертіміздің вайбын өздеріңіз бірге сезініздер. Вага. Ол тұр осы жерде. Аха. Әдем олып тұр. Так. Біз нежданшы келік па, или просто түсіре берейік па? Просто түсіре берейік па, нежданшы келейін ба? Әулетіміздің атынан екі жеңгесінің қонағымыз құтты болсын деп сіз. Енді алдарыңызда біздің лицейіміздің сондай бал қалай еді? Бал деп қой, жақсы қайттан келді. Енді алдарыңызда біздің лицейіміздің звездасы, өзіміздің сүйікті оқушыларымыздың бірі Бағдаулет. Бағдаулет, сіздің сыныптың жалпы осы концерттік іс-шарамыздың деңгейі қалай болып жатыр? Жалпы өзіңнің әсерің туралы бір-екі ауыз қысқаша сөз айтып кетсең. Барлығы керемет болып жатыр. Осындай үлкен масштабта. Бізде бұрын болмаған, бірінші рет көріп жатырмыз. Күшті болып тұр, күшті болып жатыр барлығы. Жақсы, рахмет көп-көп баға. Ары қарай осы шарамызды жақсы өткізуіңе тілектеспін.
Жалпы әлемде қызыл кілемде бір жерде ғана жүруге болады, бірақ бізде исключение бар. Ескеретін жай, қызыл кілемде адамдар Голливудта, өнер студияларында жүретін болса, біздің лицейінде де осындай қызыл кілемдің алдында жүрсек болады. Ендеше алдағы біздің Қызыр атамыздан бір-екі сұхбат алып жүрейік. Әулетіміздің атынан осы шаңыраққа Қызыр ата, ассалаумалейкум. Бізде лицейіміздің блогы болып жатыр. Өзіңіздің осы мерекелік іс-шараға байланысты әсеріңізді айтып өтсеңіз. Бүгінгі іс-шара өте керемет өтіп жатыр. Мына әрбір сыныптың дайындаған салт дәстүрлері шынымен балаларға өте бір өнегелі іс-шара деп ойлаймын. Балалар осы салт дәстүрді үйреніп, көріп, болашақта жалпы қазақтың идентикасы ғой, бір тұтастығын сақтап қалуда үлкен рөл ойнайтыны шынымен қуантады. Ата-аналарға үлкен рахмет. Өте керемет іс-шара. Енді мына жерде киіз үйлер барлық сыныптар ешқайсысы бір-бірінен қалмай киіз үйлер тіккен болатын. Көріп тұрғандарыңыздай мектеп аумағында киіз үй тігетін, іс-шара жасайтын ине шаншыр орын жоқ. Және алдарыңызда біздің сүйікті ескі деп айтсақ та болады 11-ші сыныптарымыз. Негізінен 11-ші сыныптарға киіз үй тігу жалпы осы шараға қатысу міндеттелмеген болатын. Десе де біздің ата-аналарымыз, оқушыларымыз осы іс-шарадан қалмау мақсатында және балаларымыздың басын қосу, ауызбіршілігін нығайту мақсатында осындай үстел дайындап, барлығы бір ауыздан ақ дастарханға жиналған болатын. Давайте ағай. О, мықты пиджак киіп апты. Ой, мына қандай қонақжай. Біздің қазақтың қонақжайлығын осы жердің өзінде көріп жатырмыз. Көріп тұрғандарыңыз, ағай, осы іс-шара енді сіздерде 5-ші жыл оқып жаттыңыздар балаларыңызбен бірге. Енді 5-ші жыл дегенде осындай айтулы шарамыз болып жатыр. Осы шарамыздан алып жатқан әсеріңіз, өзіңіздің эмоцияларыңызбен бір-екі ауыз бөлісіп, жылы лебіздеріңізді айтсаңыз болады. Баршамызға Наурыз құтты болсын. Кеш жасалып жатса да, кеш өтіп жатса да. Енді мен әсеріме өтсек, мына біздің салт дәстүрлерді күшті көрсетіп жатыр, оны түсіндіріп өтіп жатыр. Мен маған сол ұнап жатқан жағы сол салт дәстүрлерімізді. Мұнда енді біршама жастарымыз бар, білмейтіндеріміз бар. Енді ағайымыздың 11-ші сыныпта ата-аналардың жылы лебізін тыңдаған болатынбыз. Ой, өте тамаша. Ауызсек. Ендеше көріп тұрсыздар, нағыз қазақи дастархан. Қазір сары майды талқанға араластырып отырып, дұрыстап шаймен ішетін болады. Аха. Енді бізде бәрі осындай қазақи атрибутика, қазақи ұлттық нақыштағы киімдерді киюде. Бірақ мен өте таңғалып тұрған бір моментім бар. Қарасаңыздар, мынау біздің лицейіміздегі тәрбиеші ағайымыз. Кию бала, өзі осындай кезіндегі 14-ші, 15-ші ғасырдағы, 19-ші ғасырда. Қудырт жергеніз? Жақсы кеттік. Амана, тәрбиешіміз деп айттық, все. Кезіндегі 14-15 ғасырдағы күйеу баланың рөлін сомдап жүрген біздің тәрбиешіміз, 7-ші А сыныбының тәрбиешісі. Енді менде қызық болып тұрған оқиға. Арслан ағай, сіз қазақи нақышта киім кигенсіз. Мынау оюлары енді айталмадым. Түсінің өзі сондай богатый көрініп тұрды. Бірақ мынау аяғыңызда аппақ кедейді айталмай тұрмын да. Мен кезінде қазақтар мәсі кимеген ба, қалай сонда? Сіз осы туралы бір-екі комментарийіңізді айтып жіберсеңіз? Реквизит берген жоқ бізге. Негізі кетінен базы жоқ. Өте тамаша. Креатив жоқ екен. Бірақ мен олай ойламаймын. Әрине, осы жерде барлық қазақи киімдерді киіп жүргені біз үшін үлкен мәртебе болып саналады. Ендеше кет. Это наша бишка. Қалай дейсің? Наша бишка, наш тигр. Тигр. Көріп тұрсыздар, тигр. Қалай ол тигр? Жоқ, керісінше біз қазақиланып, біздің не деп айтсақ болады? Қазақша қандай жануар бар еді, анару? Тауда жүретін. Тауда жүретін жануардың аты қалай еді? Арслан абейміз біздің барс деп айтсақ болады, тигр емес, барс. О, супер, кеттік.
Енді біз лицейімізде ауызбіршілік, біртұтастық өте жақсы деңгейде сақталғанымен әрқашан мақтанамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біз 9-шы А сыныбының осындай отыру көрінісін тамашалаудамыз. Біздің Ербекет деген тәрбиешіміз бастаған 9-шы А сыныбы барлығы бірдей шапан киінген. Әрине, бұл үлкен ата-аналардың ауызбіршілігі және оқушылардың ауызбіршілігі екені сөзсіз көрініп тұр. Мына жерде енді апаларымыз кезіндегі үлкен киіз үйді, үлкен ауылды басқарып отқан билердің анасы, әйелі, қызының рөлін сомдап, кимешек киіп, осындай образда болып жатыр. Құрметті ата-аналар, Наурыз қалай өтіп жатыр? Наурыз мейрамы құтты болсын. Өте мәнді де сәнді, тәрбиелі шара болып жатыр. Біз қазақ мерекеге тойға тоймаған халықпыз. Сәуір болмай, тәуір болмас деп, лицей ұжымы басшылығы, ата-аналары сәуір айында да осы ұлы Наурызды тойлап жатырмыз. Біз 10-шы А сыныбының ата-аналарымыз, лицей басшылығына, барлығына да алғысымыз шексіз. Нанымыз көп болсын, көк туымыз желбіреп, тек Наурыз тойға жете берейік. Балаларымыз үмітімізді ақтаған азамат болсын. Амин. Міне осындай аналарымызға қарап, ақ жаулықты аналарымыз деп бекер айтпаған. Рахмет көп-көп. Енді алдарыңызда 7-ші А сыныбының қыз ұзату көрінісін бірге тамашалайық. Құнанбай ауылының апай, сіздер жете алма? Жоқ, 8 ба? Так, апайды бір түсір жүрік. Мына жерде апайымыз тұрмысқа шығайын деп жатқан сияқты ма, ұзатылайын деп жатқан сияқты ма? Мен өзім ажырата алмай қалдым. Бұл көрініс бе әлде шынайы өмір ма? Апай, сіздер қандай көрініс жасайын деп жатсыздар және өзіңіздің сол жердегі роліңізбен таныстырып өтсеңіздер? Саламатсыз ба? Беташар көрінісі бізде көрініс. Көріп тұрғандарыңыздай беташарға осындай өте жоғары деңгейдегі дайындықпен келіпті. Біз ата-аналарымызбен мақтанамыз. Кендеше кеттік, давайте. Қайсы жігіттер? Мінекей Төлеген мен Жібек арасында қыз көру салты аяқталып, ұлы Тәңір жіберген елшілердің бірі сапарын сәтті етіп қайтты. Ал бүгін Сырлыбай әулетінде үлкен той, көркі мың көшке жетер, ақылы айлық жерді шарлар жібегімізді өз үйіне әкеткелі жатыр. Құдалар келе жатыр, ағайын, құда келе жатыр. Ән саламын, қуанамын, келді ғайын құдаларың. Terin мәні бар, ей түресі сәні бар, атамыздың қаны бар, анамыздың әні бар, бұл қылда көп билесек, тәуелсіз ұрпақ шыны бар. Уа қалайық, қалайық, қара жұрға билейік, ал кеттік өйде, шық! Алдынан шықсын аталар менен аналар, ақ қырау шалған самайын, шашу қайда, құда келе жатыр ағайын, айда, ана қонақтарға қарай шашамыз, қыздар, айда, құда келді, ауылға құда келді, қарсы алып жүгір ағайын, гүлменен биге ораңдар бүкіл маңайын, алдынан шықсын аталар менен аналар, ақ қырау шалған самайын. Құдалар, екі жақ майлы болсын деп арқаның екі жағын майладық. Енді қолымызды майлаңыздар. Арқаннан ақы беріп өтіңіздер. Ал ағайын, енді біз де жомартпыз, біз де мәртпіз. Сол үшін екі жеңгесіне екі жылқыдан. Ай, бәрекелді! Бәрекелді! Керемет!
Енді алдарыңызда біздің лицейіміздің бетке ұстар азаматы, ұстазы Мұстафа ағайымыздан мерекелік концертіміз жайында, іс-шарамыз жайында бір-екі ауыз сөз естісек. Мұстафа ағай, біздің мерекелік шарамыз өтіп жатыр. Сіз 9-шы С сыныбының сынып жетекшісіз. Осы шараға дайындық қалай болып жатыр және осы шарамыз қандай деңгейде өтуде? Сол туралы бір-екі ауыз сөз айтсаңыз. Күшті болып жатыр. Уже неше жылдан бері көрмеген едік. Қызық болып жатыр. Дайындықтар, барлық класслар жақсы жасап жатыр. Көңіл күйі жоғары. Қазақтың осындай салт дәстүрі бітпесін, даханса болсын иншалла. Күшті болып жатыр. Жақсы. Өте тамаша, рахмет Мұстафа ағай. Жылы сөздеріңізге, лебізіңізге біз де қуаныштымыз. Санжар міндері тұрш. Қалеп отырма да енді. Кеттік. Енді біздің динозаврымыз 11-ші сыныптардан бір-екі ауыз шарамыз жайлы сөз естісек. Санжар, кел. Қалайсың? Енді, Санжар, біздің осындай шарамыз өтіп жатыр. Сен 5 жыл оқуыңда бұны бірінші рет көріп тұрсың, бірінші рет көріп тұр. Енді осы шара туралы жалпы атмосферасы қалай, әсері қалай болып жатыр? Осы туралы бір-екі ауыз сөз айтып жіберсең. Айтып жіберейін. Ал бүгінгі шара өте күшті өтіп жатыр. Бүгін осы 5 жыл оқуымның ішінде бірінші рет осындай наурыз тойлап, осындай үлкен бір шара көріп жатырмыз. Өте қуаныштымын осындай 5-ші жылымда болсын, осындай шараны көріп қалып, үлгеріп қалғаныма. Өте әдемі, барлығы осындай ұлттық киімде, жақсы сөздерін айтып, жақсы көңіл күймен, бір-бірін бауырсақпен, тәттілермен бір-біріне таратып жатыр, шашу шашып жатыр. Өте күшті әдемі дәстүрлерін көрсетіп жатыр. Маған қатты ұнап жатыр. Осы шараны ұйымдастырып отырған мұғалімдерге барлығына алғысым шексіз. Өйткені сол 5 жылдың ішінде бірінші рет осындай сезімде болып тұрмын. Рахмет. Енді келесі кезекте бізде 8-ші Б сыныбының беташар рәсімі өтуде. Көріп тұрғандарыңыздай құрақпен, как положено деп айтсақ болады. Жоғарғы деңгейде дайындықтары көрініп тұрғаны сөзсіз. Ой, бәрекелді, қайнағалар абысындар, музыка жібереміз. Қайнағалар абысындар. Көріп тұрғандарыңыздай бізде оқушылар тек қана наурыз тойлап жүрген жоқ, сонымен қатар дене шынықтырумен де айналысып үлгеріп жатыр. Екі ортада, екі шаруаның арасында мынау оқушылар қазір лесинг ойнауда. Олармен бірге біздің оқушымыздың папасы бірге осылай дене шынықтырумен айналысып жатыр. Ендеше ары қарай киіз үйлерімізді аралау рубрикасын жалғастырайық. Алдарыңызда мен білуімше 8-ші А сыныбының киіз үйі. Құрметті ата-аналар, қайырлы күн. Барлықтарыңызға көргенімізге қуаныштымын. Наурыз қалай өтіп жатыр? Біздің ата-аналарымызға, яғни аналарымызға наурыз мерекесі керемет өтіп жатыр деген үміттеміз. Бірақ енді бір қызығы, біз кіреміз, ешкім нан ауыз тей, келіп отыр деп айтпайды екен да. Сосын жақсы енді шыға берейік деп жатырмыз. Біздің ата-аналарымызға шын жүректен қуаныш. Әрине әзіл, күлкі. Барлықтарыңызға ниеттеріңізге рахмет. Біздің қонақжай ата-аналарымыз есігіміз айқара ашық деп бізді қуантуда. Рахмет көп-көп. Саған да жұғысты болсын. Ендеше келесі кезекте киіз үйімізге барайық. Мынаны есігін кілтеп қойды, білмеймін. Жоқ. Есігін
Ильяс деген оқушымыз біреу тамақты алып кететін адам сияқты байлап қойыпты да. Бұл өте тамаша киіз үй, мынау. Кезіндегі элитный байлардың киіз үй сияқты болып тұр ғой мынау. Қалай, Ильяс? Киіз үйдің қожайыны сияқты болып тұрмын ба? Не айтасыздар, құрметті көрермендер? Мынау әсібінен, қазысынан, сүретінен бәрін жоғарғы деңгейде дайындап, күзетшісіне дейін ішіне қойып қойыпты. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Бұл менің білуімше 10-шы А сыныбының киіз үйі болған болатын. Енді көріп тұрсыздар, біздің көрінісіміз әлі жалғасуда. Осындай жақсы көрініс, дайындық барлығы болып жатыр. Бәрі қуаныштымыз. Ата-аналардың барлығы осы көріністі қарап, тамашалап, өздерінің қошеметтерін аямауда. Ары қарай киіз үйлерімізді аралауды жалғастырайық. Қош келдіңіздер. Қош көрдік ағай. Жүріңіздер. Міне, бізді Құнанбай ауылы анау асудың ар жағынан қарсылап жатыр. Біздің Құнанбай ауылына келіп жатырмыз. Мына жерде үлкен қызу дайындық. Ол 7А сыныбы дайындаған киіз үй. Көрпеден, көпшіктен бастап қазақтың киелі домбырасы, барлық жасауы, сандық. Яғни осы наурызға үлкен дайындықпен дайындалып келіп, осындай өткізіп жатқандары шын жүректен қуаныштымыз. Мана көрдіңіздер, көріністе барлық сыныпта ата-аналар құда болып ойнаған осы 7-ші А сыныбы болған болатын. Барлық оқушыларға бірдей киім, құдаларға да бірдей киім ұйымдастырып, аналарының барлығы ағжаулықты аналардың, әжелердің рөлін сомдаған болатын. Енді осындай ата-аналарымызға шын жүректен қуаныштымыз. Араларыңыздан бір осы кештің, күніміздің әсерін бір-екі ауыз сөзбен айтатын аға болса. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бір тамаша наурызды мектеп әкімшілігі ұйымдастырып жатыр екен. Өте жақсы, сәтті өтіп жатыр. Дайындығымыз да көрсеттік жаңа. Өте ерекше өзіміздің ұрпағымызға көрсеткен қазағымыздың салт дәстүрін осындай бір кішкентай көріністермен көрсетуге жеткізуге тырыстық. Қабыл алыңыздар, мереке құтты болсын. Енді әз наурызбен бірге ел жаңарса, біздің де мектебімізде ата-аналар балаларымен жалпы лицейдің өзінің үлкен бір алға қойған мақсаты ол 3 таған: ата-ана, мектеп, бала. Сондықтан да осы 3 таған бүгін бірлесіп әз наурызды жақсы қарсы алды деп ойлаймын. Сондықтан да осындай бірлігіміз жарасқан, тірлігіміз үйлескен, шаңырағымыз кең, керегеміз төбеміздегі сондай біріміздің біріміз жақсылығымызды асырып, жаманымызды жасыратындай, бір-бірімізге болсын дейтіндей қазақтығымыз оза берсін. Соның ішінде мектебіміздің жалпы 3 тағанымыз өзінің тұғыры биік болсын дегім келеді. Өте жақсы. Не деген жылы лебіздер. Осындай сәуірдің мамыражай күнінде жақсы іс-шарамыздың жоғарғы деңгейде өтіп, ата-аналарымыздың барлығы риза болғаны біз үшін шын жүректен қуаныш. Кешірім сұрайым. Енді көріп тұрсыздар, дайындық өте жақсы. Мынау жаңадан келе жатқан палау. Бұл қазақтың ұлттық тағамы ма, қалай? Қазақтың ұлттық наурыз деген жалпы түркілердің мерекесі ғой. Сондықтан бүкіл түркілердің мерекесіне бұл да мана палауды да кірістіріп жібердік деуге болады. Себебі біз бірлігі, достығы жарасқан елдердің біріміз. Өте тамаша. Біздің дайындық, мынау үлкен дастарханның жайылуы, барлығы шын жүректен жүректі елжіретеді екен. Міне сіздермен бірге болған Құнанбай ауылы 7-ші А сыныбына үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал енді құрметті ата-аналар, мына жерде 9-ші С сыныбы тұсаукесер рәсімін өткізуде. Қанекей бірге тамашалайық. Өтірейтін 9-сы емес қана. Өтірет 7-бі екен. Поправочка 7-бі. Ата-баба жолымен тұсауында кесейін, шауып кетсін балапан, сүрінбестен алға. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам, құтты болсын қадамың. Ай, бәрі келді, ой, бәрі келді. Өнерлі бала болады, өнерлі бала болады. Домбыраны алды. Ал құтты болсын, баламның өмір жасы ұзақ болсын. Дені сау болсын. Атына лайық өнер білімді меңгерген, елін алға сүйреген, жігіттің сұңқары, елінің тұлпары болсын.
Әумин. О, ағайын, ақ түйенің қарны жарылған күн. Әкеліңдер сандықты, жиған тергенімді тойға шашпағанда қайда шашамыз? Ал енді біздің арнайы эксклюзивный жерімізде орналасқан 9-шы С сыныбының киіз үйіне кіріп келе жатырмыз. Кіре берістен бізге жазудың өзі қош келдіңіздер деп айтып жатқанына қуаныштымыз. Міне 9 сын ауызбіршілігі мен біртұтастығы бір жерден көрініп тұр. Киімдерінің тақияларына дейін барлықтары бір ауыздан, бір тұтас, өте керемет. Қанекей осы жерден бір жігіттермен бір суретке түсіп жіберейік деп қоясың. Бұл жалпы салт дәстүр біздің қазағымызда, ұлтымызда жалғасын таба береді бұдан кейін де. Біз бүгін ұйымдастырылған шараға, ұйымдастырушыларға, осы лицейдің барлық басшыларына бәріне ризашылығымызды білдіреміз. Наурыздан наурызға жете берейік. Халқымыздың бірлігі нығайып, ақ көп болсын, берекелі болсын. Амин, апа. Бұл әрине ұлыстың ұлы күні аталған Наурыз мейрамы құтты болсын. Амин. Айтқаныңыз айдай келсін, апа. Амин деп барлық періштелер амин деп айтуына тілектеспін, қабыл болсын. Енді көріп тұрсыздар, сондай қонақжай оқушыларға салт дәстүрді дәріптеу біздің барлығымыздың, үлкендердің, ақжалықты аналарымыздың, әкелеріміздің ең үлкен борышы деп санаймыз. Мендер тұрш? Алихан. Жансыздан, тез. Тез мындайшы? Ой, жансейт бош. 9-а 9 болып тұрындар. Жоқ. 9-а 9 Ауысындар ше? Енді біз айтып жатырмыз ғой, барлығында қазақ киім бар, бұлардың ұйымдастырылуы, бір ауызбен жұмыс жасауы, яғни жұмыла көтеруі өте оңай. Біздің сыныптар арасында ауызбіршілік өте жоғарғы деңгейде деп әрқашан айтудамыз. Енді мынандай қызықты қараңыздар. Алдарыңызда 9-шы сыныптың оқушылары, яғни 9-шы А сыныбы қоңыр түсті, 9-шы Б сыныбы қою көк түсті және 9-шы С сыныбы сұр түсті. Осындай шапан мен тақия барлықтары бірдей тіктірген болатын. Қандай керемет көрініс. Мына камераға қарасаңдаршы, әдемі болып. Тағы да бәріне сәлем. Мен осындай кішкентай бүлдіршін қарындасымызды көріп тұрмын. Яғни қазақи киімде өзі тым жақсы болып киініп алған екен, иә? Сенің атың? Айзере. Айзере, сен кімнің қарындасысың? Сұлтан. Сұлтан, 9-шы? С? 7А. 7А. 7 Сұлтан ба? Жоқ. 7-ші А сыныбының оқушысының қарындасы. Тіпті оқушылар мен ата-аналар емес, олардың қарындастары, бауырлары осындай үлкен дайындықта, қазақи нақышта киіммен осы жерде болып жатыр. Қалай, Айзере, саған бүгінгі кешіміз ұнап жатыр ма? Иә. Күшті болып жатыр ма? Иә. Өте тамаша. Біздің қарындасымыз осылай әрқашан жарқырап жүре беруіне тілектеспін. Ендеше кеттік. Афекен. Çodan bратан, кесеңізші, Асқар ағай бар, сіз бар, короче, кесеңізші бізге. Мен жеп алыппын ара. Серьезно ма? Үй ма? Кесеңізші? Айыр бағасын, сө бір айнып. Еркекше ма? Мына жерде енді біздің лицейіміздің кіреберіс алаңында тағы да 4 киіз үй орналасқан. Қанекей біз мынау Бердібек ауылына, яғни 10-шы С сыныбының ауылына кіріп, 1-2 сұхбат алсақ па дейміз. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Бүгінгі мерекелік іс-шара қалай өтуде? Өте жақсы. Барлығының көңіл күйі жоғарғы деңгейде, барлығы ақжаулықты апаларымыз отыр. Осы жерде енді құрметті апалар, бүгінгі мерекелік шарамыз қалай өтіп жатыр? Сіздердің өскелең ұрпаққа жылы лебіздеріңіз бір-екі ауыз сөзбен болса. Бүгінгі шара дейтін өте жақсы дәрежеде ұйымдастырған екен. Ата-аналар қандай керемет. Тек қана балалардың қолынан келмесе, ата-аналар бірлескен, ата-аналар бірліктерін нығая берсін. Айналайындар. Көп-көп рахмет. Өте ризамын. Қазір апайым, мен келем. Мошыны қарсылап айтылсыздар ғой. Енді сіздердің алдарыңызда лицейіміздегі ең активный, әрине барлық ата-аналарымыз активный, бірақ мен үшін өте әсерлі, өте жақын, ең супер класс 10-шы Б сыныбының киіз үйіне кіріп келе жатырмыз. Ал, құрметті қонақтар, Наурыз құтты болсын. Бұл біздің 10-шы Б сыныбы. 10-шы Б сыныбының киіз үйіне қош келдіңіздер.
әз наурызымыз бізге тек қана жақсылық алып келсін. Бұл біздің наурыз тойы қазақтың қонақжайлығының тағы бір көрінісі. Мектебіміз ұйымдастырып жатқан наурыз тойы осылай жаңа балаларды ұлттық салт дәстүрге тәрбиелеп, біздің осындай мерекемізден мол хабар береді. Осы дәстүр жалғасын тауып, жылда наурыздан наурызға аман есе жете берейік. Нағыз қазақи дастархан, тары талқан, құрт, май, шай, жал жая, яғни барлығы біздің кезіндегі 16-17 ғасырдағы қазақтардың дастарханынан аумай қалған екен. Әрине, осындай біздің қазақи дәстүрді, қазақи дастарханды барлығын дәріптеп, осындай өскелең ұрпаққа көрсету, оларға насихаттау біз үшін үлкен мәртебе. Ой, привет. Басына кейіз қойды. Ендеше арғарай кейзелерімізді жалғастырайық. Бұл алдарыңызда өте жақсы, активный 9-шы Б сыныбының кейзейі. Көріп тұрсыздар, қош келдіңіздер деп бізді қарсылап жатыр. Өте қуаныштымыз. Енді балалардың барлығы қазіргі таңда қазақша күрес, ұлттық ойындар бойынша жарыста жүр. Дегенмен біздің ата-аналарымыз ақ дастарханның басында жиналып, өздерінің сұхбаттарын жалғастыруда. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Біздің соңғы киіз үйіміз қалды. Яғни 9-шы сыныптар атап өткендей, олардың ауызбіршілігі өте жоғары. Киіз үйлерде бір жерге құрып қойыпты да. Қайырлы күн, құрметті 9-шы А сыныбының аналары. Сіздерді көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Біздің мерекелік шарамыз қалай өтуде? Керемет. Шаршап қалған сияқтысыздар ғой, көрініс көрсетеміз де, ата-аналарымыз шаршаған. Күтіп шаршапты. Біздің сыныптардың дайындығы өте жоғарғы деңгейде. Киіз үй, дастархан, ұлттық нақыштағы киімдердің барлығы ешқайсысы бір-бірінен тыс қалмай киініп, дайындықты жоғарғы деңгейде жасаған екен. Өте қуаныштымыз. Біздің жігіттер асау, өздерінде отталау, бір-бір тұлға, бір-бір тау. Біздің жігіттер қандай? Біздің жігіттер асау, өздерінде отталау, бір-бір тұлға, бір-бір тау. Біздің жігіттер қандай? Біздің жігіттер асау. Тал бұтағында, ханның тағында, жауды тарғыған сақ одағында, тағдырға бұл сыйы туылды батырда, қан тамған бұл дала көрген азап. Енді мына жерде демелеген қауым не үшін жиналып деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жерде қанеке бәріміз бірге көз зер салайық. Бұл жерде қазақша күрес болайын деп жатыр. Қазіргі таңда оқушыларымыз бір-бірін қазір сынап көрейін деп дайындық жасауда. Дегенмен қазір Санат ағайымыздың бастауымен, ұйымдастыруымен ой, тамаша, көрдіңіздер ме? Алаш оя қарышау, өйткені бұл даланың ерлері жолдан таймасау, асқындығы қаланың ой таламайды айласау, мына елдің баласының қандай айтшы санасау. Біздің жігіттер асау, өздерінде отталау, бір-бір тұлға, бір-бір тау. Біздің жігіттер қандай? Біздің жігіттер асау, өздерінде отталау, бір-бір тұлға, бір-бір тау. Біздің жігіттер қандай? Біздің жігіттер асау. Енді біз ұлттық ойындар тарапына өткен болатымыз. Көтеруге жазыла берейік, бұл жақта. Гіртасын көтеру, арқан тартыс, қазақша күрес, сосын қой көтеру деген сияқты. Енді мына жерде 9-шы С сыныбымен ең мықты 10-шы Б сыныбының әкелері арқан тартысайын деп, кімнің мықты екенін анықтайын деп жатыр. Ортада Санат ағайымыз көш бастап. Теңіздің тереңіне батсаң ер тойда, дәріңнен көлеңке кетсе ер тойда, үйде тірлік көп деп мұңайман. Енді алдарыңызда 7А мен 10-шы Б сыныбы. Мына жақта 10Б-ның көрермендері, мына жақта 7А-ның көрермендері. Ендеше давайте кеттік бірге. Саңтаңдайсың ма, бақыт деу қиын жалғыз басты. Мұндайда жер шарын шарлап бас енді ұғасың. Құдірет тауып күш алсаң ер туарсың. Туған ұлым бұл даланың еркегі болар. Оларға міне керің тегі қонар. Бисмилля деп атқа қонар, көкейінде байғаты табиғатында бар. Тамаша. 7-ші А сыныбы жеңіске жетті. Қазір бізде әкелер арасында қой көтеруден сайыс болайын деп жатыр. Яғни берілген уақыттың аралығында
кім қаншалықты қойды көтеріп отырады екен, осыны көретін боламыз екен. Осы қой көтеруден ең көп көтерген адам арқадағы қойды өзімен бірге алып кететін болады. Ендеше сол үшін барлығы бақ сынап жатқан еді. Бәріміз бірге дұрыстап тамашалайық. Өте күшті деңгейде өтіп жатыр. Яғни әрбір киіз үйдің өзінің бір ойындармен, немесе тамақтармен. Мына жақта көп ата-аналардың бірге ұйымдастығы, тағы да оформление және парламенттің көмегі және өлең өте мықты болып жатыр. Жатты бұдай, күтің есіп төмен қалады, қалаған соны құдай. Түркістан тасы ереді-ау көктем, көзімнің жасы. Бүгін міне ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесін барса лицей ұжымы, ата-ана, оқушы боп тойлап жатырмыз. Міне президентіміздің жарлығына сай былтырдан бері Наурыз мерекесі, Наурызнама деп 14 Наурыз бен 23 Наурыз арасы 10 күн бойы тойлап жатыр. Бұл өзіміздің салт дәстүрімізге, қасиетті мерекемізге ерекше беріп жатқан көңіл. Бізді осы орайда киіз үй тігіп, ұлттық ойындар ойнап, ата-аналарымыз қазақтың барлық салт дәстүрлерін сахна төрінде оқушыларымызға, қыздарымызға, келешек ұрпаққа дәріптеп жатыр. Қыз ұзату, құда түсу, азан шақыру, тұсаукесер сияқты салт дәстүрлерді ата-аналарымыз оқушымен бірігіп, ұстаздармен бірге сахна төрінде көрініс қойып, өзіміздің ұлттық салт дәстүрді дәріптеп жатырмыз. Бұл біз қазақтың ұрпағы, қазақтың салып кеткен ата-бабаларымыздың шара жолын одан арман еске сүріп жаңғырту мақсатында жасап жатқан осындай шарамыз. Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын, ақ мол болсын, ұлыс оң болсын. Құрметті көрермендер, қараушылар, тыңдаушылар, осымен біздің таңғы сағат 10-да басталған шарамыз 7 сағатқа созылып, дәл қазір тамамдалды. Шара өте жоғарғы деңгейде өтті. Оның жоғарғы деңгейде өту барысында қаншалықты эмоциялар, қаншалықты әсер алынғаны барлығын сіздер көріп тұрсыздар. Міне қазір киіз үйлерді жинау, сахнаны жинау, басқа да шаруалармен айналысып жатқан болатын. Ендігі кезекте осындай біздің шараларымыз көп болсын, жоғарғы деңгейде өте берсін. Жылдан жылға, наурыздан наурызға тойлап, жақсы көңіл күйде жүре берейік. Қош, сау болыңыздар.